Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып сан есім, сан есімнің түрлері. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, неше, нешеу, нешінші тәрізді сұрақтарға жауап беретін сөз табы сан есім деп аталады. Сан есім зат есімнің алдында қолданылады. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады. Сан есім құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сан есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, 10 бала, 20 қалам, 100 кітап деген мысалды қарастырсақ, 10 бала, неше бала, 10 бала, түбірі 10, яғни бір ғана түбірден құралған. Күрделі сан есім кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы, 2009 жыл, 115 шақырым дегенде, 2009 жыл дегенде, 2009 яғни 3 сөзден құралған екен. Мағынасына қарай есептік, реттік, жинақтық, мысалы есептік сан есім 1, 2, 5, 10, 100, 1000. Реттік ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтары, мысалы 1-ші, 7-ші, 10-шы, 1000-шы. Жинақтық сан есім ау, еу, мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты. Келесі болжалдық сан есім. Біріншіден даған деген, таған деген, лап леп, дап деп, тап теп жұрнақтары арқылы. Мысалы 100 деген, мыңдаған. Екіншіден есептік сан есімге көптік жалғауы, жаты септік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, елулерде, ондарда. Үшіншіден есептік сан есімдердің қосарлануы арқылы жасалады. Мысалы, 10-15, 40-50. Төртіншіден есептік сан есімдерге шамалы, шақты, қаралы таман, тарта, жуық, жақын сияқты сөздердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, 100 шамалы, 1000-ға жуық, тағы да басқандай сөздер. Топтау сан есім 2-2-ден, 5-5-тен, 3-3-тен, 4-4-тен деген сияқты. Бөлшектік сан есім 4-тен 1, 3 ширек, 5-тен 2, 2 жарым мысалдары. Бүгінге тақырып осы, пайдалы болды деп үміттенемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.